Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Назерке. Бүгін сіздерге медовый торттың рецебін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға медті құйып, оған қопсытқыш салып, баяу отта медті ерітіп, шамалы қызартып аламыз. Шамалы қызарғанша осылай тоқтамай қозғап тұрамыз. Мінекей қызарды. Енді сары майды салып, сары майды толықтай ерітіп аламыз. Дайын болған соң бөлек ыдысқа құйып суытатын боламыз. Ыстықтай құюға болмайды. Енді таза құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, оған қантымызды салып, әппақ масса болғанша миксерлейміз. Енді жаңағы күйдірген медті аз-аздап құятын боламыз. Бірден құюға болмайды. Енді ұнымызды саламыз. Ұнды да 3-ке бөліп саламыз. Бірден салуға болмайды, өйткені жұмыртқамыз басылып қалуы мүмкін. Енді қағазымызды алып, осылай формаға салып алсақ, әдемі дөңгелек форма шығады. Немесе қаламмен сызып алуға да болады. Енді осыған массамызды құямыз, шамамен 2,5 қасық жеткілікті. Ақырындап жайып шығамыз. Мен шетіне дейін қатты жеткізген жоқпын, өйткені кішілеу торт істеймін. Осыны қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз, шамамен 4-5 минутта пісіп шығады. Мінекей осылай пісіп шықты. Енді қағаздан ажыратып, шетін дөңгелетіп кесіп шығамыз. Барлық тестаны осылай дайындаймыз. Шетінен кесілген үгіндіні бөлек ыдысқа алып қоямыз. Енді кремімізді дайындаймыз. Комната температурасында еріп тұрған сары майға сгущенкамызды қойып, жақсылап миксерлейміз. Сгущенкада комната температурада болу керек. Осы кремнен басқа медовый тортқа заварной кремді қолдануға болады. Заварной кремді алдағы күндері рецебімен бөлісетін боламын. Мінекей креміміз дайын болды. Енді тестамыздың арасына, жанына толық жағып шығамыз. Менде 6 теста шықты. Мен алдын ала жаңағы тестаның шетіндегі үгінділерді үгітіп дайындап алдым. Кремді толық жағып болғаннан соң үгіндіні бетіне, жан-жағына толық сеуіп шығамыз. Мінекей дайын болды. Енді осыны кремі жақсылап сіңіру үшін 1-2 сағатқа қойып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.